Біздерде мысалы бір адам айтады, мына адам мына жерге жақсы ыңғайлы дейді, қояйын деп алсам мына жақтан басқа топ шығады, жоқ ол ыңғайсыз дейді. Ал отырасың жынды адам сияқты ортасында. Қоясың ба, қоймайсың ба? Түсініксіз да? Біз ауызбіршілік жоқ бізде. Әлде өтірік па айтып отырғаным? Жалпы енді әңгіме басталды ғой, мен де айтайыншы, мен де осы 3-4 ай болды жігіттер. 3-4 ай болды келгеніме. Да, айтайыншы енді, Наталья Башевна, енді рұқсат беріңіздер маған. Маған бір 3 минут уақыт беріңіздер, менің де ішіме толып қалып көп нәрсе. Көріп жүрмін. Енді сөйлескенде жігіттер былай болсын. Ауызбен емес, жүрекпен сөйлесейік қазір. Ақиқат айтайық. Ақиқат керек пе? Ақиқат айтайық онда. Біздерде шындарыңызды айтыңдаршы, өзен айғаз айрандай үй отыру керек. Тым жақсы мекеме негізінде. Ауызбіршілік бар ма? Кім айта алады бар деп? Жоқ. Өткенде мен келгенде сіздер айттыңыз, сен сырттан келдің, шеттетесіңдер мені. Ал негізінде мына жерде әділдікті болатын еді, өздерінің орталарыңызда бір жігіт отырса. Отыратын еді бір жігіт сіздің орталарыңызда мына жігіттердің біреуі. Егер ауыздарыңыз бір болса, ауызбіршілік жоқ па сырттан мен келіп отырмын. Өкінішті нәрсе. Маған да өкінішті. Келіп сырттан келіп мұнай саласын басқарып отырған. Ол кім кінәлі? Жігіттер ренжімеңдер, өздеріңіз кінәлісіздер. Себебі өздеріңіз іште ауызбіршілік жоқ сіздерде. Айтайық ақиқатты. Ұнайын ба мен сіздерге, ұнамайын ба? Мен келдім, мен қазақпын, өз тілін жетік меңгерген адам, Маңғыстаудың жігітімін, Маңғыстаудың салт дәстүрін бір адамдай білемін. Және осы жақта мен сіздерге бөтен емеспін. Қалай бөтен десем деді мен. Сондықтан да жігіттер, ауызбіршілік жоқтың қырсығы көп нәрсе көп жерде кедергі келтіріп отыр. Менің қазір өзім ойым, маған біреулер кеше кетті дейді, мен орнынан кетпеймін. Мен мына жерде қойған өзім алдыма мақсатым бар. Мен мына жерге Жаңаөзен қаласына 3-4 завод салып бергіміз келетін, алып жатқан күнделікті заттар бар бұнда. Құрылғылар, станок, качалка бар ма? Не бар шығарып жатқан? Соларды осы жаққа келіп алғымыз келеді де, Жаңаөзен жастарын сол жерге жұмысқа кіргізгіміз келеді бізде. Мен сіздерге ХБК салып бергім келеді мысалы. ХБК салып. Біз сіздерге спецтехника алып бергіміз келеді. Ақша жоқ дейді. Ақша жоқ емес, мемлекет барлық жағдай жасап қойды. Лизингке алуға болады ол спецтехниканы. Жоқ деп мен жаңа ренжитінім сол ғой. Не айтсам да жоқ. Қай жаққа барсаңыз жоқ дей бересіздер бәріңіз. Бір амал іздеу керек қой, амал іздеу керек. Айтып тастайыншы. Сосын азаматтар, былай, азаматтар, біздің Жаңаөзен деген Наталья Башевна, дайте рассказать. Біздің Жаңаөзен әулиенің ортасында, тұнып тұрған әулиенің ортасында тұрмыз. Анау кірпе атқан кезде Құрмаш ата жатыр. Бері қарай келсін, теңге шешем жатыр, теңге әулие. Мына жақта Бақадыр жатыр, ар жағында Шопан ата, оның ар жағында бүкіл әлемді мойындатқан Бекет ата жатыр. Тыныштандырайық жігіттер. Әруақтарға кедергі келмейші, тыныш жатсын. Егер мына жерде отырған жігіттер, көбісінің аталарымыз біреулер Түркменстанда жатыр, біреуіміздің бабаларымыз Өзбекстанда жатыр, біреуіміздің бабаларымыз осы Маңғыстауда жатыр. Егер Аллах тағала жерге сиқыр жіберіп шалдарды оятып жіберетін болса бар ғой, бәріміз соятын еді сол шалдар. Соятын еді ұрысып қойып бәрімізді. Түркменстанда шалдар айтатын еді, мен сендер үшін, сендер тірі қалсын деп, сендер дүниеге келсін, ертең елге қайтып келсін деп, сол жаққа бардық, аш жалаң ашқан қылып, сендердің жүзін істеп жүргендерін дейді. Менің шалдарым айтатын еді, осы жер үшін қан төктім, сендер не істеп жүрсіңдер деп. Өзбекстандағы шалдарымыз айтатын еді, Мұратбайдың аталары. Не, ближе к делу, просто знаете, все это надоело уже. Надоело. Егерде, мысалы біздер жүргіміз шеттетеміз ғой, бөлінуді қою керек. Ең басты жігіттер, күн сұлап дұрыс айтып отырмын ба? Бөлінуді қою керек. Біздер өзіміздің ішімізде бөлінеміз. Біреу Түркменстаннан көшіп кетті дейсің, біреу Өзбекстаннан, біреу жергілікті дейсіңдер. Мысалы, біреуің болмаса біреуің келіндерің бар ма? Орта жүзге, ұл жүзге күйеуге тиген. Қайтарыңдар келіндерді. Қыздарымды қайтарыңдар. Жиендерді қалдырыңдар сол үйлеріне. Ол жат. Келін бар ма үйде? Басқа жүзден, басқа рудан келген. Қайтарыңдар келіндерді еліне. Астанада жүрген жігіттер бар ма? Маңғыстаудан жұмыс жасап жатқан. Қайтарыңдар Маңғыстауға. Бәрін. Жасамау керек олар іс жерде. Егер солай түсінікпен қарайтын болсақ. Күні кеше мына Бекнұр деген інім бар, біздің банк, Қазақстан даму банкының үлкен директорының басшысы болды. Жаңаөзен туып өскен жігіт. Бөркімізді көкке аттық дейді Бекнұр. Сол жақта Астана директор болған кезде. Айгүл апа қайтарыңыз Бекнұрды. Сондықтан жігіттер бөлінбеу керек. Біздер осы бөлінудің кесірінен бар ғой да зардапты қатты шегіп отыр. Алақандай ғана кішкентай тым жақсы қала Жаңаөзен. Мен өткен жолда айтам, әлі де айтам, әлі де мен сенемін кәміл. Және соған мен білемін. Ертең заман келеді. Өткен жолда айтқан заман келеді жігіттер. Жаңаөзенді біреулер жақтырмайтын шығар. Бірақ Жаңаөзен бір күні болса бір күні елге үлгі болады. Жаңаөзен жігіттері елге өнеге болатын заман келеді. Соны бірақ сіз бен біз осы жерде отырып бірге